Армысыңдар құрметті оқырмандар. Жазушы Тахауи Ахтановтың туғанына 100 жыл толуына орай және де ол кісінің Боран романына 60 жыл толуына орай ұлттық бояуменен зерделенген тақырыбындағы әдеби кешке қош келіпсіздер. Жазушы Тахауи Ахтанов 1923 жылы 25 қазанда Ақтөбе облысының Шалқар ауданында туған. Bir деректерде жазушы туып өскен Қарабұтақ ауылындағы мектеп 10 класстық мектеп болғанын айтады. Әрі қарай білім алғысы келген ол 6 сыныпты бітірген соң табелдегі 6 санын 9 деп өзгертіп, сол құжатпен Алматы мұғалімдер институтына келіп түскен. Әкесінің аты Ақтан, анасы Дәйілқан. Екеуінің Тахауия Сапа деген екі ұл болған. Тахауи Ахтанов 1940 жылы Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогикалық институтына оқуға түседі. Екінші курста оқып жүргенде өзі сұранып майданға аттанады. Алғашқы әдеби көркем шығармалары өлең, очерк түрінде майдан газеттерінің беттерінде жарияланады. Тахауия да алғашқы шығармашылық ізденісін өлеңнен бастаған. Қаһарлы соғыс жылдарында да, одан кейінде де поэзия бағын біраз сынады. Естеліктердің бірінде 5 класс оқып жүргенде алғаш өлеңін жазғанын айтады.